Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен метавик тортының өзіме ұнайтын жасалу жолын көрсеткім келеді. Ең алдымен водяной баняға осылай ыдысымызды салып, майымызды, секерімізді саламыз. Және де оның үстіне 2 ас қасық балымызды салып, жақсылап араластыруымыз қажет. Дұрыстап бұлғап тұруымыз қажет болады, себебі астында секердің ерігені, майдың барлығының араласып ерігені бізге маңызды. Содан массамыз біркелкі болғаннан кейін үстіне шай қасық содамызды салып, дұрыстап бұлғап араластырамыз. Біздің сода салғаннан кейін массамыздың түсі кішкене ақ рең беріп өзгереді. Міне көріп тұрғандарыңыздай түсі кішкене ағарды. Содан соң массамыз дайын болғаннан кейін водяной банядан алып тастап, оны кішкене суығанша бұлғаймыз да, 2 жұмыртқамызды салғаннан кейін тез-тез бұлғап жіберуіміз керек, себебі жұмыртқамыз пісіп қалуы мүмкін. Сондықтан тоқтамастан тез-тез бұлғап біркелкі болғанша араластырамыз. Біркелкі болғаннан кейін електен өткізілген ұнымызды жаймендеп сала бастаймыз. Басында осылай қасықпен араластырғанымыз жақсы. Содан кейін кішкене ұнымызды көбірек салғаннан кейін қасықпен бұлғау ыңғайсыз болып бастағаннан бастап қолымызбен араластырамыз. Және де ұнымызды көп салмауымыз қажет. Қамырымыз қатты болып кетпегені жақсы, себебі біздің тортымыздың коржықтарының жақсы жұмсақ болып шығуы осы жерде өте маңызды болып келеді. Дайын қамырымыз біздің кішкене қолға жабысатын болады, оның жұмсақ болуы үшін сондай болғаны жақсы. Дайын қамырымызды 1-2 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. 1-2 сағаттан кейін қамырымызды алып, осылай бөліктерге бөліп шығамыз. Енді бөліп алған бөліктерімізді осылай бір-бірлеп жаятын боламыз. Бұл жерде біздер жайған кезде әр қамырымызды бізге деген ұнды көбірек салған жақсы, себебі біздің қамырымыз өте жұмсақ болып шықты. Ол жабысып қалуы мүмкін, жыртылып кетуі мүмкін. Сондықтан да бұл жерде ұнды көбірек салған жөн болады. Осылай жайып болғаннан кейін противенге пергаментный қағазымызды төсеп, бір-бірлеп пісіретін боламыз. 180 градуста 5-7 минут. Ол өте тез піседі, сондықтан да қарап отырғаныңыз жөн болады. Содан пісіп шыққаннан кейін осылай тарелкенің көмегімен мен жан-жағын бөліп шыққан болатынмын. Дөңгелек ету үшін қисық жерлерін кесіп тастаймыз. Бірақ оны алып қоямыз. Қазір бізге сыртын әрлеуге керек болады. Мінекей осылай барлығын пісіріп шығамыз. Коржығымыз суымай тұрып, міндетті түрде жан-жағын кесіп алғанымыз жөн болады. Міне осылай коржықтарымыз дайын болды. Біз жаңағы айтқан жан-жақтарын кесіп алған печенье дейміз ғой, сол сияқты печеньеге ұқсас болып шыққан жан-жағында артық қамырларын оқтаумен езетін боламыз. Қазір бізге ол жан-жағын әрлеуге, бетін әрлеуге керек болады. Оны жақсылап сындырып алып, одан кейін оқтаумен езіп шығамыз. Міне бізде осылай әзір болды. Оны алып қойып, енді кремімізді әзірлейміз. Менде кремде ол сгущенка мен бөлме температурасында тұрған сары майды араластырып крем әзірлеген болатынмын. Осы креммен маған өте қатты ұнайды, себебі сгущенканың өзінің тәттілігімен тортқа бір басқаша дәм беріп тұрады, және май екеуі араластырғанда өте керемет болып шығады. Осылай әр коржымызға кремімізді жағып шығамыз.
Осылай ең соңғы коржығымыз салған кезде сгущенка жаңағы кремімізді көбірек салып жан жақтарында жағып шығамыз. Кремімізді жағып болғаннан кейін жаңа үгітілген қамырымызды торттың барлық жағына әсемдеп шығатын боламыз. Мінекей осылай біздің медовик, яғни балды тортымыз дайын. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Менімен бірге болғаныңызға рахмет.